Араб түбегінде қалыптасқан ислам діні қазақ даласына бейбіт түрде таралды. 751 жылы Талас өзенінің аңғарында болған Қытай әскері мен арабтар арасында Атлақ шайқасы мұсылмандардың түбегейлі жеңісімен аяқталып, түркі халықтарына ислам өркениетінің таралуына жол ашылды. Ислам діні қазақ даласына таралып, мемлекеттік дін деңгейіне көтеріліп өркендеген тұста алып тұран даласына мешіт, медреселер көптеп салынып, діни білім беру ісі қолға алынды. Бір ғана Фараб қаласынан Әл-Фарабиден басқа 30-дан астам ғалым шықты. Әбу Насыр Әл-Фараби, Исхақ Фараби, Исмаил Әл-Жаухари, Тәжд-әд-Дин Әл-Женди, Хусамаддин Ас-Сағанақи, Әмир Катиб Қауамаддин Әл-Итқанилер, Шам, Бағдад, Каир сияқты ислам ғылым білім орталықтарына барып, оқу ғылыммен айналысып, ұлан ғайыр еңбек жазып, ислам өркениетінің дамуына өлшеусіз үлес қосты. Ежелгі Мысыр елін қазақ тарихымен байланыстыратын ұлы тарих мәмлүктермен байланысты. Мәмлүктер Әл-Асқар мешітін қалпына келтіріп, мешіт медресеге, шартараптан шәкірттер ағылатын іргелі оқу ордасын айналдырды. Осы кезде Мысыр мен Дамашықта көптеген медреселер бой көтерді. Сұлтан Бейбарыс 1265 жылы Каир шаһарында Захирия медресесін салдырды. Мәмлүктер дәуірінде бой түзеген білім ошақтары тек діни ғана емес, сәулет өнерінің де озық жәдігерлері болып саналады. Қазақ жерінен шыққан ғалымдар ислам өркениетінің дамуына өлшенбес үлес қосты. Осы секілді үлкен ғұлама ғалымдардың, қолбасшылардың бізге жасаған қызметтері үшін біздің мойнымызда үлкен қарыз бар. Осы елге қарыздың бір бөлігін қайтаруымыз парыз. Қазақстан елі тұрақты дамып келеді. Жақын болашақта үлкен серпін жасап, алға шығады деп сенеміз. Біз де осы жолда руханият саласында дін ілімдерін дамытуда өз үлесімізді қоссақ дейміз. Кеңестік құрсаудан еркіндік алған Қазақстанмен дипломатиялық достықты жолға қойған араб елі Мысыр Араб Республикасы болды. 1993 жылдың ақпан айында Қазақстан Республикасы президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың Египет Араб Республикасына алғаш рет ресми сапары кезінде Египет Араб Республикасының президенті Хосни Мүбаракпен кездесу аясында екі ел президенті Египеттің қаржысы есебінен Алматы қаласында ислам орталығын салу жөнінде уағдаласты. 1993 жылы 16 маусымда Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев пен Египет Араб Республикасының уақыфтар министрі Мұхаммед Әл-Мағжуб ислам орталығының құрылысына байланысты кездесу өткізді. Бірінші фундаменттің іргетасын қалағанда Нұрсұлтанда болдық. Мұхаммед Али Мағжуб болды. Исламабадтағы университеттің президенті Хасан Мұхаммед. Барлығымыз сөйірді сол нені іргетасын қалап ашқанбыз 95 жыл. Сонан бұл университет сала бастады. Сол мен мүфтиден кеткенге дейін бұл бүтпей қалды. Ислам орталығының құрылысы басталып, бірқатар ғимараттар бой көтергенімен, белгілі себептерге байланысты жұмыс тоқталып, қақпа жабық күйінде қалды. Біз тәуелсіздік алған жылдары біздің жастарымыз көбіне дін білімін іздеп шетел асып жатты. Өкінішке орай біз білмейміз, қай мемлекетке кетті, қандай бақытты оқып жатыр олар. Дұрыс па олардың алып жатқан білімі, ол кезде білу қиын болды. Сөйтіп, сол оқып келген кейбір балдарымыз біздің еліміздегі өкінішке орай жат ағымдарды өзімен бірге алып келіп, соны ел арасында насихаттай бастады. Президентіміз елбасы Нұрсұлтан Әбішұлына жолығып, діни кадрлар дайындау мәселесін көтердім. Осы Алматы қаласында ислам мәдениет орталығы болады деп салынған бір ғимарат бар екен. Соны маған беріңіз, беруге көмектесіңіз дедім. Бұны не қыласыз деп сөйтті. Сосын айттым, біз өзіміздің елімізде өзіміз діни кадрлар дайындауымыз керек. Жоғары білімді, парасатты, білімді, бірнеше тілдерді білетін, әдебиетін, мәдениетін білетін, исламды жақсы білетін, исламның оңғыл-шыңғылын жақсы білетін, мазхабтарын жақсы білетін, фихтін жақсы білетін, тағысын тағылар. Мен айттым, Египетте Әл-Асқар деген атақты университет бар. Оның филиалдары көп. Ол 1 миллионға жуық студенті бар. Әлем бойынша. Сонымен біз байланыс жасасақ. 2001 жылы 30 мамыр мен 1 маусым аралығында бас мүфти Әбсаттар Дербісәлі бастаған топ, уақыфтар министрі Махмұд Хамди Зағзұқ бастаған жұмыс тобымен кездесіп, бірлесе талқылаудан соң жаңа оқу орнының жарғысының жобасы мақұлданды. Сөйтіп біз Египеттің үкіметі мен Қазақстан үкіметінің арасында осы университет туралы келісім шарт жасалды. 2001 жылдың 18 маусымында Алматы қаласында Қазақстан Республикасы мәдениет ақпарат және қоғамдық келісім министрі Мұхтар Құл-Мұхаммед пен Египет үкіметінің уақыфтар министрі Махмұд Хамди Зағзұқ Нұр Мүбарак Египет Ислам университет туралы келісімге қол қойды. Оған
Мысыр елінен келген үлкен мемлекет қайраткері, дін ғұламасы Махмуд Хамди Зағзұқ мырза келді. Екі министрлік хаттамаға қол қойып, Нұр Мүбәрак атты әдемі есімі бар, атауы бар университеттің ашылуын бастап кеттік. 2001 жылы Алматы қаласында Қамқорлар алқасының бірінші отырысы болды. Осы отырыста Нұр Мүбәрак университетіне байланысты келісім шартқа қол қойылды. Университеттің жарғысының жобасы қабылданып, студенттерді оқуға қабылдаудың ережелері бекітілді. Сонымен қатар университеттің ректоры болып Египет азаматы профессор Махмуд Фахми Ғиджази тағайындалды. Алғашқы ректор, белгілі академик марқұм профессор Махмуд Фахми Ғиджазидің атқарған қызметі, жасаған еңбегі орасан зор. Университетті құру оңай іс емес, ең алдымен оны қоғамға таныстырып, таныту міндеті тұрады. Оқу әдістерін, қандай ғылымдарды оқыту керектігін анықтау, білімді мамандарды жинау керек. Оның университет тарихында үлкен өзіндік рөлі бар. Одан кейін доктор профессор Жуда Абдулғани Басуни де өзіне дейінгі ректордың жолын жалғастырып қызметін атқарды. Мен де өз кезегімде ескі ұстаздың бастамаларын жалғастырып қызмет етіп келемін. Қазіргі уақытта проректор Қайрат Құрманбаев университеттің дамуы үшін бар күш-жігерін салып қызмет етуде. Ең алғашқы оқу жылы университетке еліміздің әр тарапынан келген талапты жастардың арасынан 56 студент таңдап алынды. 2001 жылдың қыркүйегінен бастап Нұр Мүбәрак Ислам университетінде оқу жылы басталды. Керек болғаннан кейін университетті ашып жатырмыз. Бізге мұсылманның нағыз біздің қазақстандық өзімізге бейімделген салт-ғұрпымызға білім керек. Сондықтан сендер тек қана ислам дініне ғана шектеліп қалмай, барлық жағдайдан мәдениетті, тарихи, философияны білетін адамдар болып шығуларың керек, деді ме? Бұрын мемлекет діннен бөлінген исламдың кадрларын дайындау муфтияттың жұмысы деп, мемлекет оларды лицензияламады, стандарттарын бекітпеді. Нұр Мүбәрак арқылы біздің осы екі мемлекеттің арасында келісім шарт парламент арқылы ратификацияланды. Қаржыландыру көздері шешілді. Біздің студенттеріміз шет елге кетпей Қазақстанда араб тілін, исламтану мамандықтарын өз елімізде оқуға мүмкіндік алды. Елімізде Қазақстан мұсылмандары діни басқармасына қарайтын 9 медресе, 1 ислам институты және Нұр Мүбәрак университеті бар. Қазір осы оқу орындарына қойылатын талаптардың нәтижесінде еліміздегі діни кадрларға деген сұранысты қамтамасыз етуді реттейтін бірнеше сатылы оқу жүйесі қалыптасты. Нұр Мүбәрак университеті Мысыр мен Қазақстан арасындағы достықтың рәмізі. Ол ислам университеттері арасында өзіндік орны бар алдыңғы қатардағы жоғары оқу орны. Бұл университеттің құрылуы елдегі ислами ғылым білімге үлкен серпін берді және исламдық түсініктердің дұрыс қалыпта қалуына, діни құндылықтардың сақталуына себепкер болды. Қазақстан мен Мысыр арасындағы мәдени-рухани байланыстардың дамуы университетке Әл-Азхар университетінен басқа Каир, Александрия, Бенха, Хелуан Ислам зерттеулері академиясынан ұстаздардың келіп қызмет жасауына жол ашып отыр. Елімізге жат діни ағымдар тарапынан төнген қауіптің бетін қайтарып, экстремизм мен терроризмнің алдын алу шаралары мен дерадикализация бойынша мемлекетіміздің қауіпсіздігін қамтамасыз ету саласында Нұр Мүбәрак университеті мамандары, түлектері, оқытушы профессорлардың үлесі зор. Сол себепті үкімет тарапынан университет жанынан діни экстремизмге қарсы іс-қимыл орталығы ашылды. Орталық жусан операциясымен келген азаматтармен және де басқа да радикал топтармен оңалту жұмыстарын жасап келеді. Өз кезегінде Нұр Мүбәрак университеті біздің ата-бабамыздың дәстүрлі ұстанған дінін насихаттауда үлкен үлес қосуда. Яғни біздің бабаларымыз кезінде Абу Ханифа мазхабын ұстанды, Матуриди ақида мектебін ұстанды. Осы мектептерді, осы мазхабтарды кеңінен ғылыми тұрғыда академиялық білім беретін үлкен біздің білім қара шаңырағымыз. Бейбіт өмір мен толеранттылықты мақсат еткен екі елдің саясатының аясында университет халықаралық деңгейде танылып жатыр. 20 жыл ішінде Нұр Мүбәрак университеті ғылым мен білім жағынан айтарлықтай дамып, өз саласында білімді де білікті түлектер шығарды. Исламтану саласының рейтингі бойынша алғашқы орынды иеленді. Нұр Мүбәрак университетінде араб дерек көздеріндегі Қазақстан деген жоба жүзеге асуда. Осыған байланысты университетте бірнеше конференция өткізіліп, жаңа кітаптар басылып жарыққа шықты. Университеттің миссиясы біліктілігі жоғары, бәсекеге қабілетті мамандарды, оның ішінде ислам танушы, дін танушы, теолог мамандарды даярлау,
гуманитарлық және педагогикалық бағытта білім беру бағдарламаларын жүзеге асыру, қоғамның ғылыми, діни, рухани әлеуетін көтеру. Қазіргі таңда исламтану мамандығына мемлекеттік гранттар беріліп, бүгінде бакалавриат, магистратура, докторантура бойынша барлығы 2000-нан аса түлек еліміздің түкпір-түкпірінде, атап айтар болса Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы бағытында, аймақтық, республикалық ғылыми зерттеу орталықтарында, дін істері басқармаларында қызмет етіп келеді. 20 жыл ішінде Нұр Мүбарак университеті ұлтымыздың болашақ ұстанымдарын айқындауда нақты нәтиже көрсетіп келеді. Жат елдерге діни білім алуға барып, адасып жатқан жастардың алдын алу үшін Нұр Мүбарак университеті өз түлектеріне шетелдік діни білім ордаларынан кем түспейтін мүмкіндіктер ұсынып, зайырлы қоғамда өркендеуге жол ашатын рационалды ойлау мен орта жолды ұсынатын ислам мектебін қалыптастырып дамытуда. Біздің университетіміз осы таңда көптеген біздің діни кадр әлеуетін қолдап, сол діни кадр әлеуетін жетілдіруге үлкен үлесін қосты деп айта аламыз. Қазіргі таңда біздің өңірде, аймақтардағы көптеген имамдарымыз Нұр Мүбарак университетінің түлектері, Нұр Мүбарак университетінің магистрлары, Нұр Мүбарак университетінің докторлары біздің қазіргі Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының саласында қызмет жасап жатыр. Біздің дәстүрлі дінді халыққа жеткізуде үлкен үлес қосып жатыр. Университеттің жанынан құрылған Абу Ханифа ғылыми зерттеу орталығы тарихи шығармаларды зерттеп, бүгінгі қоғамға қажетті діни әдебиеттерді және дерадикализация бағытындағы кітаптарды жарыққа шығарып, қоғамымыздың рухани дамуына зор үлесін қосып келеді. Қазіргі таңда әлемде ислам дініне деген қызығушылық, ислам дініне деген бет бұрушылық тенденциясы өсіп отыр. Қазақстан да бұдан қалыс қалмайды. Біздің қоғамда да қазіргі таңда жастардың исламға деген қызығушылығы, дінге деген бет бұруы құбылыс, бұл құбылыс қатты белең алып отыр. Сондай-ақ шетелдерде білім алу, оның ішінде діни білім алу белгілі бір деңгейде шектелді, және қоғамда еліміздегі діни кадрларға деген сұраныстың артуы, Нұр Мүбарак университетіне талапкерлердің жылдан жылға көбеюі байқалып отыр. Осы мақсатта және осы Қазақстанда ғана емес, орталық Азияда, тіпті тмд елдерінде де осы ислам танудың, араб тілінің бір орталығын қалыптастыру мақсатында біз университетті дамытуды көздеп отырмыз. Қазіргі таңда жаңа оқу ғимаратын салу жоспарланып, тіпті оның алғашқы жұмыстары басталып та кетті. Нұр Мүбарак университеті халықаралық әріптестік саласына ерекше мән береді. Университет 15-тен аса шетелдік жоғарғы оқу орындарымен маңызды келісім шарт пен меморандум жасады. Ғылыми зерттеу және сапаны бағалау жүйесі саласына келісім туралы 6 меморандумға қол қойылып, осы келісім аясында шетелдік студенттермен және оқытушылармен алмасу шаралары жүзеге асырылуда. 20 жыл бойы осы университеттің ашылуының басы қасында болған ел ағаларына және осы 20 жыл бойы шетелден ат артып келген мысырлық профессор ұстаздарымызға және осы отандық ғалымдарымызға өз атымнан және университеттің ұжымы атынан үлкен алғысымды білдіргім келеді. Нұр Мүбарак университетінің ұжымын 20 жылдық мерейтоймен құттықтап, өздерінің ыстық ықыласын білдірген мемлекет және қоғам қайраткерлері. Қазақстан Республикасы ақпарат және қоғамдық даму министрі Балаева Аида Ғалымқызы, Египет Араб Республикасының уақыптар министрі Мұхаммед Мұхтар Жұма, Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының төрағасы бас мүфти Наурызбай Қажы Тағанұлы, Мысыр мүфтиі Шаухи Ибрахим Аллам, Қазақстан Республикасы парламент сенатының депутаты Мұхтар Құл-Мұхаммед және Нұр Мүбарак университетінің 2014-2018 жылдардағы ректоры Жуда Абдулғани Басюни.